Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен өткен сабағымызда уәде еткендей шляпа тоқып үйренетін боламыз. Бұл шляпаны тоқу үшін біздерге жіп, крючок, қайшы қажет болады. Жіп менде 100% хлопок, 100 граммдай 500 метр және екінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Егер де осындай шляпаны тоқып үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Шляпамызды тоқымас бұрын біздер размерге тоқталайық. Біз шляпаны мына төбесінен бастап тоқитын боламыз. Экранда көрсетілген таблицаны қолдансаңыздар болады. Сіздер өздеріңіздің бас айналын өлшеп аласыздар. Соның жанындағы диаметр дына деген жердегі санды алып, одан 2-3 сантиметр азайтасыздар. Яғни менде 56 бас айналымның өлшемі, ал диаметр дына 17-8 болу қажет. Мен 3 сантиметр аламын, яғни менде 14-8 болу керек. Мен 15 сантиметр етіп аламын. Яғни 15 сантиметр төбесін тоқимын шляпамыздың. Және тағы да айта кететін жайт, қыздар, егер де сіздер кіші размерге тоқитын болсаңыздар, мына бастапқы столбикті азайтып тоқисыздар. Яғни біздер 16 столбик снайкетім тоқимыз бастапқыда бірінші қатарда. Сіздер 14-12 столбик снайкетім етіп тоқып аласыздар. Егер де осылай етіп тоқитын болсаңыздар, ол үлкен болып кетеді. Ол кезде сіздер қысқарта алмай қаласыздар, азайтып тоқи алмай қаласыздар. Сондықтан біздер бастапқы столбикті азайтып тоқимыз. Мен осы шляпаны, тура осы шляпаны өзім қызыма тоққан болатымын. Яғни менің қызымның бас айналымның өлшемі 48 сантиметр. Мен 12 столбик снайкетім етіп алдым. Сонда біздер осылай тоқыдық. Мен өзім тоқып шықтым осылай. Бастапқы петля столбик менде 12 столбик снайкетім болды. Сіздер енді өздеріңіздің жіптеріңізге байланысты етіп аласыздар. 12 немесе 14 столбик снайкетім алуға болады. Ал біздер үлкен размерге тоқитын болғандықтан 16 столбик снайкетім алатын боламыз. Оны тоқу барысында сіздерге көрсететін боламын. В принципе, расчеттар осылай. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға әрқашан жауап беремін. Ал ендеше сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен дөңгелекше жасаймыз. Осы дөңгелекшенің ортасына 16 столбик снайкетім тоқимыз. 3 воздушный петля. 3 воздушный петля бізде 1 столбик снайкетімді алмастырады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неге осылайша столбик снайкетім, 16 столбик снайкетім тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Столбик снайкетімнің тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Неге 16 столбик снайкетім тоқып алдым. Енді мына жіптің кіші бөлігінен осылай тартамызды. 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Енді екінші қатарды тоқимыз. Лицевой рельефный столбик тоқимыз. Ол үшін крючогымызды алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай, артқы бетінен алдыңғы бетіне қарай өткізіп шығарамыз. Рельефный столбиктің тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Жіпті іліп шығарып, жіпті ілемізді 2 петлядан өткіземіз. 1 воздушный петля тоқимыз. Бұл бізде лицевой рельефный столбик. Енді
жіпті крючокқа іліп, бірінші столбик пен екінші столбиктің ортасына кіргіземіз. Мінекей. Столбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға лицевой рельефті столбик тоқимыз. Онан кейін екі столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Келесі столбикке, келесі столбикке лицевой рельефный столбик тоқимыз. Онан кейінгі осы екі столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Мына петляға столбикке лицевой рельефный столбик тоқимыз. Онан кейін екі столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Мінекей, осылайша екінші қатарды тоқимыз. Лицевой рельефный столбик және столбик с накидом. Мінекей, осылайша айналдыра қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, қатар тоқып алдық. Енді бірінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Бұл бізде екінші қатар. Енді үшінші қатар тоқимыз. Бізде бірінші петлямыз лицевой рельефный столбик. Лицевой рельефный столбикке лицевой рельефный столбик тоқимыз. Онан кейін столбик с накидом бізде алдың қатарда. Столбик с накидом мен рельефный столбиктің ортасына мінекей мына шетке столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін столбик с накидом мінекей. Онан кейін лицевой рельефный столбик. Осы екеуінің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін лицевой рельефныйға лицевой рельефный тоқимыз. Онан кейін бізде столбик с накидом. Осы столбик с накидом мен лицевой рельефный столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін столбик с накидом мен келесі лицевой рельефныйдің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Яғни біздер бұл қатарда бір столбик с накидымды қосып тоқимыз. Лицевой рельефныйға лицевой рельефный. Рельефный столбик пен столбик с накидымның ортасына столбик с накидым. Онан кейін столбик с накидым мен келесі лицевой рельефныйдің ортасына столбик с накидым тоқимыз. Мінекей, осылайша біздер тоқып шығамыз. Үшінші қатарда лицевой рельефный, столбик с накидом, столбик с накидом. Яғни біздер столбик с накидымда екі столбиктің ортасына тоқимыз. Петляға емес, екі столбиктің ортасына тоқимыз. Мінекей, осылайша үшінші қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, мен қатар тоқып алдым. Енді бірінші петлямен біріктіреміз. Қатарды аяқтаймыз. Егерде сіздерде де осындай волна болып тұрса, осындай болып тұрса, сіздер менімен бірге осы рядты тоқисыздар. Егерде бұндай болмаса, сіздерде осы рядты пропускать етесіздер, тоқымайсыздар, онан кейінгі қатардан бастап тоқисыздар. Қазір біздер мына үшінші қатарды қайталап тоқитын боламыз. Яғни лицевой рельефныйға лицевой рельефный столбик. Мінекей. Онан кейін столбик с накидом,
және столбик с накидом. Столбик с накидом. Ой, кешіріңіздер, лицевой рельефный столбик. Столбик с накидом. Және столбик с накидом. Біздер столбик с накидымды екі столбиктің ортасына тоқимыз. Неге осылайша қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық төртінші қатарды. Егерде осындай волнисті болатын болса сіздердікі де. Өзіміз тоқып шығайық. Неге қатарды тоқып алдық. Енді бірінші петлямен біріктіреміз. Осылайша қатарды аяқтаймыз. Енді келесі қатар тоқимыз, яғни 5-ші қатар. Егер сіздер мына қатар тоқымаған болсаңыздар, сіздерде 4-ші қатар болып есептеледі. Қатарды бастаймыз. Лицевой рельефный столбикке лицевой рельефный столбик тоқимыз. Яғни біздер әр қатарды лицевой рельефный столбикпен бастап тұрамыз. Онан кейін бізде столбик с накидом. Столбик с накидом мен лицевой рельефный столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля. Келесі бізде столбик с накидом. Столбик с накидом мен онан кейінгі лицевой рельефный столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін лицевой рельефный столбик. Рельефный столбик тоқимыз. Онан кейін лицевой рельефный столбик пен столбик с накидымның ортасына столбик с накидом. Бір воздушный петля. Онан кейін столбик с накидом мен лицевой рельефный столбиктің ортасына столбик с накидом тоқимыз. Неге осылайша біздер осы қатарды тоқып шығамыз. Яғни бізде 5-ші қатар. Лицевой рельефный столбик, столбик с накидом, бір воздушный петля, столбик с накидом, лицевой рельефный столбик. Неге осылайша біздер қатарды тоқып шығамыз. Біздер яғни 5-ші қатарда воздушный петля қосып жатырмыз. Өзіміз осы қатарды тоқып шығайық. Және де бірінші петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Және қыздар, мына жіпті мына жерге жасырып, қиып тастаймыз. Қазір жасасаңыздар болады, немесе барлығын бітірген соң, тоқып болған соңда жасауға болады. Бірақ мен қазір бірден жасырып, қиып тастайтын боламын. Өзіміз осы қатарды тоқып шығайық. Неге қатар тоқып алдық, енді біздер 6-ші қатар тоқимыз. Лицевой рельефный столбик. Бір воздушный петля. Рельефный столбик пен столбик с накидымның ортасына столбик с накидом тоқимыз. Воздушный петля. Столбик с накидом мен рельефный столбиктің ортасына столбик с накидом. Бір воздушный петля. Лицевой рельефный столбик. Воздушная петля. Столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом. Яғни столбик с накидымды біздер екі столбиктің ортасына тоқимыз. Воздушная петля. Рельефный столбик. Воздушная петля. Столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом. Воздушная петля. Рельефный столбик. Воздушная петля. Неге біздер осылайша тоқып шығамыз. Яғни рельефный столбик, воздушная петля,
столбик накидім. Столбик накидімнің барлығын біздер екі столбиктің ортасына тоқып жатырмыз. Воздушный петля, столбик накидім, воздушный петля, рельефный столбик. Мінекей осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық қатарды. Сонан кейін бірінші петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық осы қатарды. Мінекей қатарды тоқып алдық. Енді келесі қатарды тоқимыз. Лицевой рельефный столбик бірінші. Онан кейін лицевой рельефный мен столбик накидімнің ортасында воздушный петля бар тұғын. Соған біздер екі столбик накидім тоқимыз. Бір, екі. Воздушный петля. Не, столбик накидім, лицевой рельефный столбик, оның ортасында столбик, воздушный петля бар. Осы воздушный петляға мінекей екі столбик накидім тоқимыз. Онан кейін лицевой рельефный столбик. Екі столбик накидім. Воздушный петля. На шетке не столбик накидім мен лицевой рельефный столбиктің ортасына екі столбик накидім тоқимыз. Рельефный столбик. Мінекей осылайша тоқып шығамыз. Яғни лицевой рельефный столбик, екі столбик накидім, воздушный петля, екі столбик накидім. Лицевой рельефный столбик, екі столбик накидім. Воздушный петля, екі столбик накидім. Рельефный столбик. Мінекей осылайша біздер қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Сонан кейін бірінші петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Қатарды тоқып алдық. Енді келесі қатарды тоқимыз. Яғни бізде 8-ші қатар. Рельефный столбик. Бір воздушный петля. Рельефный столбик пен столбик накидімнің ортасына екі столбик накидім тоқимыз. Воздушный петля. Мына жерде бізде екі столбик накидім және рельефный столбик. Осы екеуінің ортасына столбик накидім тоқимыз. Екеу. Воздушная петля. Рельефный столбик. Воздушная петля. Екі столбик накидім. Воздушная петля. Екі столбик накидім. Воздушная петля. Рельефный столбик. Яғни біздер бұл қатарда рельефный столбик, воздушный петля, рельефный столбик пен столбик накидімнің ортасына екі столбик накидім, воздушный петля, екі столбик накидім мен рельефный столбиктің ортасына екі столбик накидім тоқимыз. Және воздушный петля, рельефный столбик. Мінекей осылайша біздер қатарды тоқып шығамыз. Яғни біздер рельефный столбик пен столбик накидімнің ортасына воздушный петля қосып тоқып жатырмыз. Мінекей осылайша біздер қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз осы қатарды тоқып,
бірінші петлямен біріктіріп аяқтап шығайық. Мінекей біздер қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз, яғни бізде 9-шы қатар. Бірінші лицевой рельефный столбик тоқимыз. Онан кейін лицевой рельефный столбикпен столбик с накидымның ортасына 3 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3. Bir воздушный петля. Келесі столбик с накидыммен лицевой рельефный столбиктің ортасына 3 столбик с накидым тоқимыз. 2, 3. Рельефный столбик. Онан кейін 3 столбик с накидым. 2, 3. Bir воздушный петля. 3 столбик с накидым. Лицевой рельефный столбик. Онан кейін 3 столбик с накидым. 2, 3. Bir воздушный петля. 3 столбик с накидым. Лицевой рельефный столбик. Неке осылайша біздің осы қатарды тоқып шығамыз. Осылайша қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз қатарды тоқып, бірінші петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Яғни бізде келесі қатар 10-шы қатар. Бірінші лицевой рельефті столбик тоқимыз. Bir воздушный петля. 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Bir воздушный петля. 3 столбик с накидом. 2, 3. Воздушная петля. Берем. Рельефный столбик, воздушная петля, 3 столбик с накидом. Столбик с накидымды біздер 2 столбиктің ортасына тоқимыз. Воздушная петля, 3 столбик с накидом. Воздушная петля, лицевой рельефный столбик. Неке осылайша біздің 10-шы қатар тоқылады. Яғни рельефный столбик, воздушная петля, 3 столбик с накидом, воздушная петля, 3 столбик с накидом, воздушная петля. Неке осылайша біздер қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып, бірінші петлямен біріктіріп, қатарды аяқтайық. Неке мен қатар тоқып алдым. Және өзіме қажетті размерде тоқылды шапканың төбесі. Егерде сіздерге шапканың төбесінің размер шықпай жатса, өзі арқарай қосу керек болатын болса, сіздер арқарай қосып тоқисыздар. Оны қосып тоқисыздар. Мына жерде бізде бірінші лицевой рельефный столбик, онан кейін воздушный петля, онан кейін 3 столбик с накидом, онан кейін 1 воздушный петля. Осы 1 воздушный петляға тағда 1 воздушный петля қосып тоқисыздар. Онан кейін 3 столбик с накидом, воздушный петля,
рельефный столбик тоқисыздар. Яғни келесі қатарда сіздер қосып тоқитын болсаңыздар, мына столбикке, міне осы үш столбик с накидымның ортасындағы воздушный петляны 2 воздушный петля етіп тоқисыздар. Ал егер де өздеріңіздің қажетті өлшемдеріңіз тоқылған болса, сіздер арқарай менімен бірге тоқисыздар. Яғни осы қатарды қайталап тоқимыз. Мінекей бізде лицевой рельефный столбик, лицевой рельефный столбикке лицевой рельефный столбик тоқимыз. 1 воздушный петля, 3 столбик с накидом, 2, 3, 1 воздушный петля. Егер мана айтқандай, сіздерге қажетті өлшем тағда қажетті өлшем одан көп керек болатын болса, сіздер 2 воздушный петля тоқисыздар мына жерде. Біздер 1 воздушный петля тоқимыз. Яғни мен өзіме қажетті өлшем тоқып болғандықтан донышканы, яғни шапкан кебесін мен осылайша тоқимын. Яғни соңғы қатарды қайталап тоқитын боламын. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментарияға қалдырыңыздар сұрақтарыңызды, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. 3 столбик с накидом, воздушный петля, нагид, лицевой рельефный столбик. Яғни біздер 10-шы қатарды қайталап тоқимыз. Воздушный петля, 3 столбик с накидом, воздушный петля, 3 столбик с накидом, 1, 2, 3, воздушный петля, лицевой рельефный столбик. Неке осылайша біздер қатарды тоқып шығамыз. Яғни біздер ең соңғы қатар, мына 10-шы қатарды қайталап тоқимыз. Және де өзімізге қажетті биіктікте тоқитын боламыз. Яғни өзіме қажетті биіктікте, менде өзіме қажетті биіктік 20 сантиметр болу керек. 20 сантиметрден 3 сантиметр алып тастаймыз, яғни 17 сантиметр. Мен 17 сантиметр болам деген шейін осы қатарды тоқимын. Неке, ең соңғы осы қатарды тоқып шығамын, яғни 17 сантиметр болам деген шейін осы қатарды қайталап тоқимыз. Өзімізге қажетті биіктікте тоқып шығайық. Онан кейін арқарай қалай тоқылу керектігін сіздерге көрсететін боламын. Неке мен өзіме қажетті өлшемде тоқып алдым. Шапканың биіктігі өзіме қажетті өлшемде тоқыдым. Енді арқарай тоқимыз. Арқарай тоқу үшін 1 воздушный петля. Осы петляға, яғни бізде рельефный столбик. Столбик без накида тоқимыз. Онан кейін бізде 1 воздушный петля, оны біздер тоқмаймыз. Бірінші столбикке, яғни столбик с накидымге тоқимыз. 1, 2, тағы да 2, 3 столбик с накидымге тоқимыз. Онан кейін бізде воздушный петля. Воздушный петляны біз тағы да тоқмаймыз. Келесі столбик с накидым тоқимыз. Келесі столбик с накидым, тағы да столбик с накидымге тоқимыз. Онан кейінгі столбик с накидымге тоқимыз. Онан кейін бізде воздушный петля тоқмаймыз. Онан кейін рельефный столбикке тоқимыз. Мінекей. Онан кейін воздушный петляны тағы да тоқмаймыз, пропускать етеміз. Онан кейін столбик с накидымге тоқимыз. Столбик с накидымге тоқимыз. Онан кейін тағы да столбик с накидымге тоқимыз. Онан кейін тағы да столбик с накидымге тоқимыз. Воздушный петляны тоқмаймыз. Онан кейін столбик с накидымге тоқимыз. Столбик с накидымге тоқимыз. Столбик с накидымге тоқимыз.
Онан кейін воздушный петля тоқымаймыз, рельефный столбикке тоқимыз. Онан кейін воздушный петляны тоқымаймыз, столбик с накидымге тоқимыз. Столбик с накидым. Столбик с накидым. Яғни бұл қатарда біздер воздушный петляларға, ортасындағы воздушный петляға тоқымаймыз. Тек 3 столбик с накидымге және рельефный столбикке 3 столбик с накидымге тоқып шығамыз. Осылайша қатарды тоқып шығамыз. Қатарды тоқып шығамыз да, онан кейін тағы да онан кейін қатар және екі қатар тоқимыз. Әрбір қатарда әр петляға бір столбикте тоқимыз. Өзіміз осы қатарды тоқып шығайық, онан кейін тағы да екі қатар тоқып шығайық. Екі қатарды тура столбик тоқимыз, яғни әр петляға бір столбиктен тоқып шығамыз. Тағы да екі қатар, сонымен біздер столбик без накидамен 3 қатар тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық осы 3 қатарды. Неге 3 қатарды тоқып алдым, енді ары қарай тоқимыз. Бір воздушный петля, осы петляға столбик без накида. Онан кейін тағы да столбик без накида. Онан кейін столбик без накида. 3 столбик без накида. Онан кейін 4-ші петляға 2 столбик без накида. Онан кейін 3 столбик без накида. Әр петляға 2, 3. Онан кейін 4-ші петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Яғни біздер енді қосып тоқимыз. 1 столбик, келесі петляға 1 столбик, онан кейін петляға 1 столбик. 4-ші петляға 2 столбик тоқимыз, яғни столбик без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4-ші столбик, 2 столбик тоқимыз. Неге осылайша тоқып шығамыз. Осы қатардан осылай тоқимыз. Онан кейін қатарды әр петляға бір столбиктен тоқимыз. Яғни осы қатарда қанша петля тоққан болсақ, келесі қатарда тура солай тоқитын боламыз. Өзіміз осы 2 қатар тоқып шығайық. 3 столбик без накидадан тоқимыз. 3 столбик бір-бірден, онан кейін 2 столбик тоқимыз. Яғни 4-ші петляға қосып тоқитын боламыз. Неге осылайша тоқып шығайық, осылай 2 қатар тоқимыз. Неге мен 2 қатар тоқып алдым. Яғни бірінші қатар біздер әрбір 4-ші петляға столбик қосып тоққан болатынбыз. Онан кейін столбик без накидамен тоқып шықтық. Яғни ешқандай петля столбик қосқан жоқпыз. Столбик тоқыдық. Осылайша біздер 2 қатар тоқып шықтық. Енді ары қарай тоқимыз. Бір воздушный петля, осы петляға столбик без накида. Онан кейін тағы бір столбик тоқимыз. 2. Онан кейін осы жерге 3-ші петляға қосып тоқимыз. Яғни біздер мына қосқан жерге тоқымауға тырысуымыз қажет. Сол үшін біздер осы 3-ші петляға тоқып жатырмыз. Негізі әрбір 3 петлядан кейін 4-ші петляға қосып тоқимыз. 1, 2, 3. Неге 3 петляны тоқыдық, 3 столбикті. Онан кейін 4-шісіне 2 столбик тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3. Әрбір 3 петлядан кейін 4-ші петляға қосып тоқимыз 2 столбикті. Тек біздер бастаған кезде 2 столбик тоқып, 3-ші столбик тоқимыз. Сонан кейін
қатар тоқып аяқтағаннан кейін мына жерге бір столбик тоқылады. Сол кезде бізде 3 столбик болып кетеді. Ары қарай тоқимыз, яғни әрбір 3 столбиктан кейін 3 столбик тоққаннан кейін 3 төртіншісіне қосып тоқимыз. Төртінші петляға біздер 2 столбиктен тоқимыз. Неге осылайша қатар тоқып шығамыз. Онан кейін тағы да бір қатар столбик тоқимыз, яғни әрбір петляға бір столбиктен тоқып шығамыз. Солайша біздер 2 қатар тоқимыз. Өзіміз осы 2 қатар тоқып шығайық. Неге мен 2 қатар тоқып алдым, енді ары қарай тоқимыз. Бір воздушный петля. Осы петляға столбик без накида. Онан кейін петляға столбик без накида. Онан кейін петляға столбик без накида. Онан кейін петляға столбик без накида. 4. Онан кейін петляға столбик без накида. 5. Онан кейін петляға 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Ары қарай әр петляға бір столбикте тоқимыз 5 петляны. Яғни 5 столбик без накида бір-бірден тоқимыз. 3, 4, 5. Алтыншы петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да 5 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншы петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Неге осылайша тоқимыз? Яғни бұл қатарда әрбір 5 петля, алтыншы петляға 2 столбик без накида тоқимыз. 5 столбик без накида бір-бірден, алтыншы петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Неге осылайша осы қатар тоқып шығамыз. Аяқтап, онан кейін тағы да 10 қатар тоқимыз. Столбик, ешқандай столбик қоспаймыз. Туры осы қатарды қалай тоқсақ, қанша петля столбик тоқыдық, 10 қатар сонша столбик тоқып шығамыз. Неге осы қатар тоқып алайық. Онан кейін столбик в столбик, әр петляға бір столбик без накидадан 10 қатар тоқимыз. Мынау бізде 11-ші қатар болады. Осыдан бөлек тағы 10 қатар тоқимыз. Онан кейін қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Өзіміз осы қатарды тоқып шығайық, яғни мына қатар, онан кейін 10 қатар тағы да. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен 10 қатар тоқып алдым. Енді обвязка жасаймыз. Яғни обвязканы біздер ратчишакпен жасайтын боламыз. Бір воздушный петля. Ратчишакты, крючокты алдыңғы петляға емес, артқы петлядан бастап тоқитын боламыз. Крючогымызды артқы петляға кіргіземіз. Мінекей жібімізді ілемізді шығарамыз. Жіпті крючокқа іліп, осы 2 петлядан өткіземіз. Мінекей осылайша ратчишакпен обвязка тоқып шығамыз. Осы ратчишакпен көптеген тоқыма бұйымдарын обвязка жасаған болатынбыз. Егер менің алдыңғы видео сабақтарымды көрген болсаңыздар, білесіздер, пинеткидің, шапканың обвязкаларын осы ратчишакпен жасаған болатынбыз. Неге осылайша әрбір петляға осылай ратчишакпен обвязка жасап шығамыз.
Мінекей осылайша өзіміз айналдыра обвязканы жасап шығайық. Мінекей мен обвязканы жасап шықтым. Сонымен біздің шляпамыз дайын. Тек осындай гүлдермен, осы гүлмен осы жерге тігіп әсемдеу ғана қалды. Бұл гүлді алдыңғы сабағымызда біздер тоққан болатынбыз. Гүлдің видео сабағының сілтемесін описание қалдыратын боламын. Немесе басқада гүлдермен әсемдесеңіздер болады. Осы гүлді осы жерге мен тігіп аламын. Сонан кейін біздің шляпамыз толық дайын болады. Мінекей біздің шляпамыз толығымен дайын. Басқа келген кезде осындай әдемі болып тұрады. Сіздерге мастер-класс ұнады деген ойдамын. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тоқыма бұйымдарын тоқып үйренетін боламыз. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.